Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Сабағымыздың тақырыбын суретке қарап болжаймыз. Енді балалар, суретте не бейнеленген? Дұрыс балалар, суретте аспан әлемі бейнеленген. Аспан әлемін зерттейтін адамды кім деп атайды? Дұрыс балалар, аспан әлемін зерттейтін адамды астроном деп атайды. Балалар, енді бүгін біздің тақырыбымыз қалай аталады? Дұрыс, өте жақсы. Бүгін біздің тақырыбымыз «Мен астроном боламын» деп аталады. Сабақтың мақсаты астрономия ғылымымен байланысты сөздермен танысамыз. Өлеңнің жанрлық ерекшелігі туралы білеміз. Енді балалар, жаңа сөздерді дұрыс айтып үйренеміз. Астроном, ғылым, тартылыс күші, тозаң, кеңістік. Енді жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазамыз. Астроном, ғылым, наука, тартылыс күші, сила притяжения, тозаң, пыль, кеңістік, пространство. Балалар, сендер білесіңдер ме? Аспан әлемін ғаламшарды зерттейтін адамды астроном деп атайды. Астрономдардың айтуынша, жер ғаламшары күннің айналасындағы газ және тозаңдардан пайда болған. Ал күннің тартылыс күшінен кеңістікте ғаламшарлар пайда болған деген болжам бар. Газ, тозаң іріктеліп, олардың жеңіл элементтері күн сәулесінің қысымымен одан әрірек орналасады. Ал бір шама ауырлары күнге жақын орналасқан. Енді балалар, жазайық. Кестегі сөйлемдерді дұрыс құрастырып, дәптеріне жаз. Ғаламшарлардың әлемі орналасқан аймағы. Ғаламшарларды зерттейтін адам. Ғаламшарлардың айналасында болатын ұсақ денелер. Ғаламшарлардың өзгерісін бақылау, салыстыру, жазу жұмыстары. Ғаламшарларды күннің магнит сияқты өзіне тартуы. Сөйлемдерді дұрыс құрастырыңыздар, дәптерге жазыңдар. Енді балалар, тексерейік. Дұрыс жауаптарын анықтайық. Ғаламшарларды зерттейтін адам астроном. Ғаламшарлардың әлемі орналасқан аймағы кеңістік. Ғаламшарлардың айналасында болатын ұсақ денелер тозаң. Ғаламшарлардың өзгерісін бақылау, салыстыру, жазу жұмыстары
зерттеу. Ғаламшарларды күннің магнит сияқты өзіне тартуы, тартылыс күші. Мен астроном боламын. Дәулеткерееваның өлеңін енді қазір мұқият мәнерлеп оқимыз. Білімін жиып ғаламның, мен астроном боламын. Ғаламшарлар әлемін зерттеу менің қалауым. Білімін жиып ғаламның, мен астроном боламын. Арманымның жолында көтерем ғылым жалауын. Өлеңнің жанрлық ерекшелігі туралы білеміз. Өлең неше шумақтан тұрады? Өлеңнің бірінші шумағында неше жол бар? Өлеңнің екінші жолында неше буын бар? Балалар, жауап беріңдер. Енді тексеру жұмысын жасаймыз. Өлең екі шумақтан тұрады. Өлеңнің бірінші шумағында 4 жол бар. Өлеңнің екінші жолында 7 буын бар. Енді балалар, егер тапсырма 33-ші беттегі 4-ші тапсырманы жазбаша орындайсыңдар. Құрметті оқушылар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең маңызды материалдар алдыңыздар. Басқа материалдарды өз мұғалімдерінен аласыздар. Егер сұрақтар болса, мұғалімге қойыңыздар. Мен сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.